Неге инкубаторда автоматты жұмыртқа аудару жүйесі маңызды? Бұрын адамдар жұмыртқаны күнінде бірнеше рет қолмен аударған. Ал қазір көптеген инкубаторда бұл жұмыс автоматты түрде жасалады. Не үшін? Бұл жай ғана ыңғайлылық па, әлде нәтижеге әсер ете ме? Табиғи жағдайда құс жұмыртқаны басқанда оны белгілі бір қозғалыспен айналдырып отырады. Бұл жұмыртқаның ішіндегі дамып жатқан ұрық үшін маңызды процесс. Инкубатордың мақсаты осы табиғи жағдайға барынша жақындату. Егер адам жұмыртқаны қолмен аударса, оған уақыт керек, күнделікті тәртіп керек, ұмытып кетуі қаупі бар. Ал құс шаруашылығында ең маңызды нәрселердің бірі тұрақтылық. Автоматты аудару жүйесінің артықшылығы: жұмыртқалар белгіленген уақытта аударылады. Адамның күнделікті жұмысын азайтады. Үлкен көлемдегі инкубация кезінде ыңғайлылық береді. Әсіресе 1000, 2000, 4000 жұмыртқалық үлкен инкубаторларда мұндай жүйенің маңызы артады. Бірақ инкубатор таңдағанда тек автоматты аударуға қарап қалуға болмайды. Жалпы жүйеге қарау керек. Температура тұрақтылығы, ылғал бақылауы, ауаның айналымы, құрылғының сапасы, барлығы бірге жұмыс істегенде жақсы нәтиже береді. Жақсы инкубатор адамның жұмысын алмастырмайды, бірақ оның жұмысын жеңілдетеді. Ал уақыт кез келген шаруашылықтағы ең бағалы ресурс. Келесі видеода инкубатордағы температура неге маңызды факторлардың бірі тақырыбын қозғаймыз.